тәубе деген не нәрсе, қалай орындалады, не нәрсемен жүзеге асады, жалпы шариғаттағы мағынасы қандай, тілдік мағынасы қандай, кімге міндет, кім жасау керек, сол жайында азды көпті сөз қозғайтын боламыз. Алла тағаланың жаратқан мақлұқтарының ішіндегі мүлдем күнә жасамайтын, күнәдан пәк ол періштелер. Ал адамның бойында не нәрсе бар? Күнәға деген бейімділік бар. Жаратушысын тыңдамай қою, оған арасында білместікпен қарсы шығып қою, істеме деген нәрсесін істеп қою деген нәрселер бар. Яғни мүлдем күнә жасамайтын жаңа айтып кеткен періштелер және исмат сипатына ие болған ол Алланың пайғамбарлары. Яғни адамзаттың ішіндегі ең асылдары Құдай тағала өзі таңдап жіберген пайғамбарларды Алла тағала өзінің рахымымен, мейірімімен істеген, әрдайым күнәдан қорғап қойған. Ал азғын және тәубесі қабыл болмайтын жаратылыстың иесі ол шайтан. Оның тәубесі еш қашан қабыл болмайды. Бірақ та адам баласы періште де емес, шайтан да емес. Ода жаңағы айтқандай, оның нәпсісі әрдайым адам баласын, оны әрдайым күнәға, бүлікке, жаман істерге әрдайым не істейді? Үнемі итермелеп тұрады. Сол себепті адамның бойында не бар екен? Күнәға деген бейімділік бар екен. Оны жаңағы жасауға деген, оған құлшыныс, жақсы көру деген. Яғни адам баласы шалыс баспауы мүмкін емес. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді ғой қазақта. Сол сияқты адам баласы әрдайым не істейді? Қате басып қойып жатады. Алайда Алла тағала өзінің мейірімімен, рахымымен, кеңшілігімен не істеді? Адам баласының күнәсінен арылып, таза болу үшін тәубе деген есікті әрдайым ашық қалдырды. Яғни тәубе деген есік адам баласына ол әрдайым ашық. Пайғамбарымыздың хадисінде білесіздер, тәубе есігі екі сәтке дейін ашық дейді. Адамның жаны алқымға келгенге дейін және де күн батыстан шыққанға дейін тәубе есіктері әрдайым не екен? Адам баласына ашық екен. Енді тәубе сөзінің мағынасы не дейтін болсақ, ол қайта оралу, яғни қайту дегенді білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасына келетін болсақ, пенделікпен жасаған күнәсіне шынайы өкініп, оны қайталамауға бел бууды тәубе деп айтады екен. Тілдік мағынасы қайту, оралу болатын болса, тәубенің шариғаттағы мағынасы пендешілікпен жасап қойған ісіне өкініп, оны ешқашан қайталамаймын деп бел бууды тәубе деп айтады. Яғни тәубатан насуха деп Құранда келгендей шынайы тәубе деген, яғни әрбір істеген ісімізді сол ісімізге өкіну, сол іске қайтпаймын деп бел буу, өз-өзіңе сөз беруді шынайы тәубе деп айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде «Күллу бәни әдәмә хаттаун, ва хайрул хаттаина ат-тауабун». Адам баласының барлығы қателесуші. Сол қателесушілердің ішіндегі ең жақсылары, ең қайырлысы тәубе етушілер дейді. Яғни істеген қателігін сол сәтте, сол мезетте түсініп, мойындап, жаратушысынан кешірім сұрап, Раббым енді бұл нәрсені жасамаймын деп қайтқан адам Құдай тағаланың алдында ең қайырлы адам дейді. Яғни қателесетін адамдардың ішіндегі ең жақсысы ол тәубе еткен адам дейді. Сол сияқты Жафар ибн Синан деген ғұлама айтпақшы, күнәға тәубе етпеу дейді. Істеп жүрген күнәға тәубе етпеу, күнәні істегеннен де жаман дейді. Біз бір нәрсені, бір күнәні әдетке айналдырып, оны әрдайым істеп жүрсек, оған тәубе етпей жүретін болсақ, сол күнәні істегеннен де тәубе етпей жүру ауыр дейді. Сол себепті пайғамбарымыз жаңа айтты ғой, қателесушінің ең жақсысы кім деді? Тәубе етуші деді. Сол үшін мұсылман адам қателеспейді, шалыс баспайды деп айтуға мүлде келмейді.
мұсылман адам да қателеседі, шалыс басады, нәпсісіне беріліп қойып жатады, шайтанның азғыруында кетіп қалып жатады. Бірақ ол лезде не істейді? Өзінің есін жиып, Раббысынан кешірім сұрап, тәубе ететін адам сол ең қайырлы адам дейді Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Неге олай адам баласы жаңағы шалыс басқыш әрдайым сүрініп қала береді дейтін болсақ, адамның табиғатында шалыс басу деген нәрсе бар. Өйткені ең әуелгі жаратылыс адам атамыз ең әуелгі жаратқан уақытта өз қателігін Құдай тағаланың алдында мойындап, кейін тәубе еткен кезде не істеді? Оның тәубесін Алла тағала қабыл еткен еді. Яғни кешірім сұрады, Алла тағала оның жаңағы тәубесін қабыл етті. Ал шайтан болса, өзінің тәкаппарлығынан күнә жасап, Құдай тағаланың менмендігімен құдіретін, оның жаратушы, қалаған бейнеде жаратады деген сипатын мойындамай, не істеді? Тәубе еткен жоқ, қателігін мойындамады. Сол себепті қияметке дейін лағнеттелгендердің қатарынан болып саналатын болды. Сол сияқты адам баласы өзінің істеген ісіне өкініп, тәубе етсе, атасы адам ұқсап, адамға ұқсаған болады. Адам баласы өзінің істеген күнәсіне, қатесіне тәубе ететін болса, ол атасы адамға ұқсаған болады. Егер істеген нәрсесіне тәубе етпесе, қасарысса, мен осындаймын, туылғаннан бері осындаймын, мені ешкім өзгерте алмайды, мінезім сондай деп жүретін болса, онда кімге ұқсаған болады? Шайтанға ұқсаған болады. Шайтан да өзінің тәкаппарлығынан, мен оттан жаратылғанмын, ол болса топырақтан жаратылған, тіпті бір аятта келгенде мен одан қайырлымын деген сөздерді жаратушысына айтқан. Адам өзінің істеген қателіктеріне тәубе ете алмаса, демек кімге ұқсайды дейміз? Шайтанға ұқсайды екен. Ал тәубе ете алса, адамға ұқсағаны болып саналады. Алла тағала қасиетті Құранда айтқандай: «Уатубу илаллахи жамиан, айюхал муъминун, лааллакум туфлихун». Ей иман келтіргендер, ей мұъминдер, бақытқа жетіп құтыламын дейтін болсаңдар, барлығың бірдей Алла тағалаға тәубе етіңдер дейді. Кімде-кім қандайда бір жетістікке, бақытқа қол жеткіземін, осы дүниеде, ақыретте Құдай тағаланың азабынан құтыламын дейтін болса, не істесін? Лезде тәубе етсін дейді. Яғни Құдай тағаласына қайтсын, оралсын деген нәрсені айтып жатыр. Сол сияқты Құран кәрімде Алла тағала Тахрим сүресінде айтқандай: «Я айюхаллазина аману, тубу илаллахи таубатан насуха. Аса раббукум ан юкаффир анкум сайиатикум ва юдхилакум джаннат. تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه» дейді. Ей иман келтіргендер, ей мұъминдер, шын ниетпен Аллаға тәубе етіңдер дейді. Яғни тәубатан насуха, шынайы тәубе ету Алла тағалаға. Сонда ғана Раббыларың күнәларыңды жойып, іргесінен бұлақтар ағып жататын жәннатқа кіргізуіне не бар? Үміттерің бар дейді. Алла ол күні пайғамбарды және онымен бірге иман келтіргендерді қорламайды дейді. Яғни тәубе ету арқылы пайғамбарға ілесу, онымен бірге болу. Аятта айтылғандай тәубе шынайы түрде, таза көңілмен, ықыласпен жасалуы керек. Жасай салдым, тәубе еттім, ертең қайтадан осы нәрсені істеймін ғой деген ниет болатын болса, ол тәубе емес. Тәубе деген не дейтін болса, өкіну ғой, істеген нәрсеге өкіну, қиналу, соған жүрегің ауыру. Біреудің ала жібін аттап кеттің, мәселен, өкінесің. Ғайбат сөйледің, өсек айттың біреудің артынан, біреуге жала жауып жібердің, өзіңнің интересің үшін. Бірақ та кейін осының дұрыс емес екенін түсініп, өкініп, Құдай тағалаға қайту арқылы не істейді? Біздің күнәларымыз кешіріледі. Сол сияқты Алла тағаланың ақысына кіріп кеттің. Намазын орындамайсың, харам етілген нәрселерін жасайсың, оны біліп тұрып. Бірақ та
осы нәрседен шынайы ықыласпен, ниетпен, таза жүрекпен Раббым мен саған оралдым, мені кешірші, енді бұл нәрсені жасамаймын деген нәрсе болған уақытта ғана жүректен істейді, бұл күнәлар кешіріледі. Болмаса жаңағыдай бүгін жасадым, бүгін тәубе еттім, бір аптадан кейін, бір айдан кейін тағы да нәпсіңнің жетегіне еріп, шайтанның азғыруына еріп, сол күнәні жасап қоя беретін болсаң, ол тәубеңнің шынайы еместігінің белгісі. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Алла Тағала Фурқан сүресінде айтқандай, кімде-кім тәубе етіп, Құдай Тағаласына қайтатын болса, қабыл болған тәубенің көрінісі қандай дейтін болса, ол адам не істейді? Өзін жақсылыққа өзгертеді және айналасын не істейді? Жақсылыққа өзгертеді. Мәселен, бір адам бұрын ішетін еді. Кругы сондай еді. Құмар ойнайтын еді, казинодан шықпай, карта ойнайды деген сияқты. Сондай бір кругта жүретін еді. Достары сондай еді. Бірақ Алла Тағала оған не істеді? Иман деген нығметті беріп, тәубе деген нәрсені түсінеді. Мына істеп жүрген нәрсем дұрыс емес екен деген нәрсені түсінеді. Сөйтеді да, мен бұл нәрседен қайттым дейді. Арағымды доғардым, тастадым болды, Раббым кешірші мені. Немесе жаңа жасап жүрген зинасы, сол сияқты ойнап жүрген құмары болсын. Тағысын тағы басқа да бір істеп жүрген нәрселер болатын болса, Раббым бұл нәрсені доғардым, мен қайттым сенің разылығың үшін деген тәубесі шынайы болатын болса, көрінісі не дейді? Оның амалдары салихалы болады дейді. Амалдары салихалы болады дейді. Мен тәубе еттім деп алып, бірақ бір аптадан кейін қайтадан ішіп жүрсе, тәубе еттім деп алып казинода отырса, тәубе еттім деп алып тағы да біреуді ғайбаттап жатса, сондай нәрсені айтып жатса, яғни тәубе еттім дегеннен кейін ода ешқандай өзгеріс болмайтын болса, оның тәубесі не емес дейді? Шынайы емес дейді. Тәубе еткен адам не істейді? Әп сәтте өзгереді. Оның істеген амалдары тәубеден кейін салихалы болады. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ деп осы аяттың алдындағы аятта Құдай Тағала айтқандай, егер жаңағы тәубе шынайы болатын болса, Құдай Тағалаға шынайы түрде қайтатын болса, Алла Тағала не істейді дейді? Оның бұрынғы істеген барлық жаман іс әрекеттерін жақсылыққа айырбастайды дейді. Алла Тағалаға бұл нәрсе оңай. Сіздің пәленбай жыл бойы істеген жаман амалдарыңыздың бәрін не істейді? Әп сәтте жақсылыққа айырбастай салу Құдай Тағалаға оңай нәрсе. Сол себепті шынайы тәубе болған кезде не істейді? Адамның амалдары да, әрекеті де салихалы болып өзгеріп шыға келеді. Ал тәубе шынайы болмайтын болса, ол оны қайталай береді. Бағана болды, арақты қойдым дейді да, қарасаң не істейді? Бір аптадан кейін сол нәрсесін жалғастырып жатады. Ол арақты қойғаннан кейін ол не істейді? Өзінің кругын өзгертеді, айналасын өзгертеді. Немесе ол жаңағы айналасын өзгертпесе, енді бір өзгеремін деп келе жатқан адам болады, болды мен қойдым деп. Достары не дейді? Сен баяғыда Иван едің ғой, бүгін иман болып кетіпсің ғой деп әңгіме айтады да, мысалы. Адам боламын десең не істеу керек? Ортаңды түзеу керек. Бұрынғы ішетін достарыңды не істейсің? Тәрк етесің. Ол саған қандай дос болады, егер сен оның істеп жатқан амалдары сені тозаққа алып бара жатса? Ақыретте азапқа келетін болса, ол достың сен үшін қандай пайдасы бар? Сол сияқты құмар ойнайтын достарың болады. Сен құмар ойынды қойып, тәубе еттім, Раббым, қайттым деп алып, бірақ та анау достарың кел покер ойнайық, азия ойнайық деп шақырған кезде жетіп баратын болсаң, сен тәубең бар ма? Жоқ па? Жоқ қой тәубең. Сен не істейсің? Ол құмар ойнайтын достарыңды тәрк етесің Құдай Тағала үшін. Алла үшін бір нәрсені құрбан ету деген нәрсе бар да. Соны тәрк етіп, сол нәрседен шынайы түрде қайтқан кезде Алла Тағала не істейді? Саған өзгеруге өзің тырысқан кезде жақсылыққа, ортаңды да сондай қылып береді. Егер сен тырыспайтын болсаң, сол ортаңа не істейсің? Қайтадан ораласың. Сол баяғы жаңадан иман болып келе жатыр едің, қайтадан Иван күйіңе не істейсің? Ораласың. Сол себепті тәубе еткеннен кейін, егер сондай бір істерде күнәлі істі жасап, ортаңыз әсер етіп жатқан болса, онда не істеу керек?
міндетті түрде бірінші кезекте ортаны ауыстыру керек. Егер ортаға өзің әсер ете алмайтын болсаң, шынайы тәубе еткеннен кейін не істейді? Адам өзгереді. Өзгермесе оның тәубесі тәубатан насуха емес, яғни шынайы ықыласпен, ниетпен жасалған тәубе емес. Бағанағы айтқандай, енді ортаға қатысты бір күнәлар болып жататын болса, міндетті түрде не істейміз? Бірінші кезекте ортамызды өзгертеміз. Ол ортаны тәрк етіп тастап кету деген сөз емес. Бала кезден бері өскен достарыңмен оларды тәрк ету, араласпай қою деген сөз емес. Керісінше сен өзің аяғыңа тұрып, намазыңды бекемдеп, Құдай тағалаға берген сөзіңді нықтап, иманыңды кәмілдеп, біліміңді жиып, теріп, сол ортаны өзгертетін адам болып не істеуің керек? Қайтып келуің керек. Сол ортаны өзгерте алатын болуың керек. Баяғы ішетін ортаңды, баяғы құмар ойнайтын ортаңды өзгерте алатындай дәрежеде аяғыңа иманыңда нық тұрған адам ретінде не істеуің керек? Қайтып келуің керек. Бәлкім ол достарың сенің саған Құдай тағала жаңа иман деген үлкен нығметті сыйлағаннан кейін олар оны білмейтін шығар. Сен өзім құтылдым болды деген нәрсе жоқ қой. Өзің құтылғаннан кейін осы иман деген нығметтің ләззатын сезінгеннен кейін оны басқа адамдарға да мұсылман адам не істеу керек? Ұсынуы керек. Хазірет Омар, Алла ол кісілерден разы болсын, шын тәубе дегеніміз не деген кезде емшекке сүт кері қайтпайтын секілді істеген күнәларына кері оралмайтындай өкінуді айтады екен. Сиырдың жаңағы желінен шыққан сүт қайтадан оған оралмайды ғой. Дәл сол сияқты адамның өкінуі сол дәрежеде болу керек, сол істеген нәрсесіне оралмайтындай. Сондай дәрежеде өкіну болу керек дейді. Бір күні Хазіреті Омардың халифалығы кезеңінде Мәдинаның көшелерін білесіздер, Омар әрдайым аралайды, қарапайым киімді киіп алып. Сөйтіп бір көшелерде келе жатқан уақытында қойнына бір ыдысты жасырып алған бір жас жігітті кездестіріп қалады. Сол қойнына бір ыдысты жасырып келе жатады. Жаңағы жігіттен сұрайды, анау қойныңдағы не дейді, тығып келе жатқаның. Сонда ана жігіт енді Омармен кездесіп қалам деп ойлаған жоқ қой. Омардан білесіздер, бәрі қорқады. Оның сұсынан, оның мінезінен, өзі халифа. Сол кезде Омармен кездесемін деп көшеде ойлаған жоқ қой. Сол сәтте адам не істейді? Жаңағы адам тәубе етеді. Алла, мені Омардың алдында масқара ете көрме дейді. Күнәмді жасыра көр, сөз берем дейді. Егер осы жерде Омардың алдында мені масқара қылмай, күнәмді жасыратын болсаң, ешқашан осы шарапты ішпейтін болам дейді. Жаңағы құмырасы ұстап келе жатқан ыдысы, шарап қой енді алып келе жатқан, қойнына жасырып. Ендігі әрі осы ішпеймін дейді. Сол кезде сұраған кезде не дейді? Аузына түскен сөзі сірке суы ғой деп айта салады да Омарға. Ана ыдыстағы не деген кезде сірке суы дейді. Омар не дейді? Әкел, көрейік дейді, не екен. Сөйтіп жаңағы ыдысын ашса, сол сәтте не істейді? Алла тағаланың құдіретімен сол сірке суына айналады. Алып келе жатқан шарабы сірке суына айналады. Алла тағала не істеді? Ешкімнің күнәсін әшкерелеуді Алла тағала жақсы көрмейді. Әр қайсымыздың бойымызда не бар? Кемшілік бар, қателік бар, күнә бар. Алла тағала оны жасырып қойған. Пенде мен Раббысының арасындағы. Бір хадистерде келгендей не істейді? Кешірілмейтін күнә не дейді? Ол қандай күнә деген кезде, адам ол сондай бір күнәлі істі жасайды түнде дейді. Жаратушысы оны жасырады дейді адамдардан. Бірақ ол таңертең тұрған кезде адамдардың арасында мен түнде былай істегенмін деп айтады дейді. Өзінің істеген күнәлі іс әрекетімен мақтанатын адамды Алла тағала кешірмейді дейді. Қараңыз, біздің қоғамда күнәлі істі күнә деп түсінбейтін адамдардың да саны жеткілікті. Біреу ішкен нәрсесімен мақтанады. Ой, кеше мұқайт еттік қой деген нәрсе айтып отырады мысалы. Сондай сөздерді айтады. Отырып алып жаңағы ішкен шарабын, қымбат арағын,
вискинің басқасына айтып мақтанып жатады. Сенің не ішіп, не қойғаныңды, кіммен зина жасағаныңды, кеше қай казинода болғаныңды кім біледі? Құдай тағала жасырып қойды ғой. Сен өзің әшкере етіп осы нәрсені айтпайынша, Алла тағала не істейді? Ол нәрсені жасыра береді. Сен өзің әшкере етіп жатсың ғой Құдай тағаланың жасырып қойған нәрсесін. Осы күнәні не істейді дейді? Алла тағала кешірмейді дейді. Сол үшін Құдай жасырған нәрсені не істейді? Адам әшкере етуге болмайды. Жаңағы адам, жаңағы жас жігіт Омардың алдында Раббым менің абыройым төкпеші, масқара қылмашы деп Құдай тағаласына уәде берді. Егер де осы жерде мені масқара қылмайтын болсаң, мен осы шарапты тоқтатамын, ішпеймін деді. Құдай тағала оның тәубесі шынайы болғандықтан сол сәтте қойнындағы жаңағы шарапты сірке суына бір сәтте айналдырып жіберді. Осыдан кейін осы жігіт ешқашан осы нәрсесіне оралған жоқ дейді. Бұл да не? Құдай тағаланың мейірімінің шексіздігі. Адамды ешқашан Алла тағала масқара қылғысы келмейді. Сол нәрсені құлдарынан да не істейді? Талап етеді. Бір бауырыңның кемшілігін көріп қалсаң, Хазірет Әли айтады, не дейді? Бір бауырыңның қандай да бір қатесін, кемшілігін көрсең, оған 70 түрлі ақтау ізде дейді. Қандай да бір шалыс басып жатқан жері болса, 70 түрлі ақтау ізде дейді. Бәлкім мынандай болғаннан кейін істеген шығар. Тіпті оны жасыруға тырыс. Өйткені Алла тағаланың өзі біздің істеп жатқан нәрселеріміз жасырып жатыр ғой ешкім. Сенің істеген ісіңді, амалыңды, әрекетіңді, ойыңдағы нәрсені Құдай тағаламен өзіңнен басқа ешкім білмейді ғой. Жүрегіңдегі жаманшылықты, нәпсіңдегі жаңағы күнәға құмарлықты Құдай тағаламен өзіңнен басқа ешкім білмейді. Адамдардың алдында әп-әдемі болып, жылтырап көріне беруіміз мүмкін, бірақ ішімізді біздің ешкім білмейді ғой. Жаратушымен өзіміз ғана білеміз. Қаншалықты дәрежеде біз бүлінгендігімізді, қаншалықты дәрежеде біздің жаңағы нәпсіміздің пасықтығын өзіміз ғана білеміз. Алла тағала осы жасырып қойған нәрселерді әшкере ете беру жақсы амалдардан емес. Бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінің жалғасында инналлаха азза ва жалла яқбалу тәубатал абди ма лам юғарғар. Бағана айтты ғой, Алла тағала жан алқымға келмейінше пендесінің тәубесін қабыл ете береді дейді. Осы екі сәт бар. Біріншісі осы жаңағы жан алқымға келмейінше, екіншісі қай уақытқа дейді? Күн батыстан шыққанға дейін. Күн батысына, яғни қиямет күніне дейін тәубенің есіктері ашық. Ғарғар деген нәрсе алқым. Әркімнің қияметі не істейді? Дүниеден өтуімен басталады. Кіші қиямет. Әркімнің есеп беруі. Осы сәтке дейін Алла тағаланың тәубесінің есіктері қолына әрдайым ашық. Сол себепті адам пендешілікпен, білмеушілікпен бір нәрсені жасап жүрген болса, күнәлі іс-әрекет жасап жүрген болса, мен баяғыдан бері осындаймын деген нәрседен аулақ болу керек. Бала кезден осындаймын, үйреніп кеткенмін, немесе мінезім сондай деген нәрседен аулақ болу керек. Адам өзгереді. Өзгермейді деген нәрсе жоқ. Өзгереді адам. Бірақ сол өзгеріске қалай адамның өзі талпыну керек. Адам емес, таулар өзгеріп жатыр ғой. Таулар өзгеріп жатыр. Не деген ұлық жаңа жаратылыстар. Сонда адам қалай өзгермейді ол? Адам да өзгереді. Істеп жүрген іс-әрекетіне не істеу керек? Міндетті түрде тәубе жасауы қажет. Енді осы ғалымдар тәубе қалай жасалынады деген кезде әрбір күнәдан кейін тәубе ету мұсылман адамға, жалпы адамға міндет. Егер адамның күнәсі басқа бір кісінің ақысына қатысты болмаса, онда тәубе жасау үшін мынандай 3 шарт бар. Кісі ақысына қатысты болмайтын болса, жасаған күнәсі, оның тәубенің несі бар дейді? 3 шарты бар дейді. Біріншісі, Алла тағалаға бойұсыну, қарсы келуден бас тарту. Біріншісі, Алла тағалаға бойұсынып, қарсы келуден бас тарту. Екіншісі, күнә істегеніне не істеу? Өкіну. Күнә істегеніне өкіну. Үшіншісі, шынайы ықыласпен бұдан кейін
оны қайта жасамаймын деп бел буу. Осы үш шарт бар. Үш шарт бар. Біріншісіне Аллаға бойұсынып, оған қарсы келуден, болды Раббым, мен саған осыдан кейін енді қарсы келмеймін. Сенің істеме деген нәрсеңді істемеймін, істе деген нәрсеңді істеймін деп не істеу? Өз-өзіңе сөз беру. Сол сияқты екінші шарт не істеу керек екен? Осы істеген нәрсесіне шынайы түрде өкіну керек екен. Өкіну болмаса бұл тәубе емес. Өкіну болмаса тәубе емес. Өкіну деген не дейтін болса, өкіну деген іштей өзіңді жеу. Неге бұл нәрсені істедім? Кімнің алдында істедім? Жаратушының алдында ертең бұл үшін қалай жауап беремін? Деген нәрселермен не істеу? Өкіну. Сол сияқты үшіншісі шынайы ықыласпен не істеу? Бұл нәрсеге енді қайтпаймын мен. Қайтадан бұл нәрсені орындамаймын, жасамаймын деп бел буу. Бұл енді жаратушыға қатысты тәубе. Ал енді жаратылысқа қатысты, адамзатқа қатысты бір ақыға кірген болсақ, төртінші шарты қосылады. Сол бір кісіге ғайбат айтқан болсаңыз, артын өсектеген болсаңыз, сол үшін кешірім сұрау, сол кісінің кешірімін алу, немесе дүние мүлікке қатысты нәрсесі болатын болса, ақысын жеп қойсаңыз, ала жібін аттап кетсеңіз, берешегіңіз болса, не істеу? Соны өтеу арқылы ол тәубе қабыл етіледі. Негізі адамның ақысы деген нәрсе өте қиын нәрсе. Құдай тағаланың ақысын Алла тағала қалаған адамына кешіреді ғой енді. Қалаған адамын азаптайды. Бірақ енді жаратылыстың ақысы, адамның ақысы дейтін болса, мына жерде төртінші шартын қосып тұрды. Сол ақысы кеткен адамға не істеу? Соның кешірімін алу, немесе мал мүлікке, дүние мүлікке қатысты нәрсе болатын болса, сол нәрсені қайтару арқылы, беру арқылы ғана не істейді екен? Тәубе қабыл болады екен. Біреудің ақысын жеп қойдыңыз, жұмысын жасаттыңыз, жұмысыңызды ақысын бермей қойдыңыз. Сол сияқты бір нәрсесін ұрладыңыз. Жылдар өтіп кетті. Пәленбай жылдардан кейін сіз оның күнә екенін, ауыр екенін түсіндіңіз. Не істейсіз? Ауыр болса да, қиын болса да, өкінген күйде, тәубе еткен күйде барып, сол бауырым баяғыда былай болып еді, кешір алсаң кешірші мені деп айтып, немесе жаңағы дүние мүлкін алып қойған болсаңыз, дүние мүлкін қайтару арқылы міндетті түрде адамның кешірімі алынуы тиіс. Болмаса, бұл да тәубе не болмайды, толық болмайды екен. Хазірет Али өзінің сөзінде айтқандай, Алла тағала қандайда бір құлына тәубе етуді нәсіп қылған болса дейді, демек ол оған азапты харам еткен дейді. Яғни кімге тәубе нәсіп болатын болса, Алла тағала оны азаптауды қаламайды деген сөзді. Тозаққа салуды қаламайды деген сөз. Сол сияқты Алла тағала не істейді? Әрдайым тәубе етуші, шынайы қайтушыларды жақсы көреді. Құранда Алла тағала айтқанда: «Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин». Расында Алла тағала тәубе етушілерді жақсы көреді, және де таза болушыларды жақсы көреді дейді. Тәубе еткеннен кейін сол тазалықты ұстану деген нәрсе бар екен да. Тазалықты ұстану деген нәрсе бар. Бағанағы айтып отырмыз ғой, тәубе еттік, тәубе Фурқан сүресінде айтқанда, тәубе етілгеннен кейін оның шынайы тәубенің көрінісі қандай болады дейтін болса, тәубе еткен адамның іс әрекеті, амалы салихалы болу керек. Бағанағы ішімдіктен бас тарттым, тәубе еттім деп алып, бірақ сол күругің сол ішкіштер болатын болса, сен тәубе еткен жоқсың. Ертең 10 күннен кейін қайтадан ішесің. Сол құмар ойнайтын болсаң, бірақ күругің сол жаңа картежниктер болатын болса, сол күрукпен әлі араласып жүретін болсаң ортамен, сен не істеген жоқсың? Тәубе еткен жоқсың. Тәубең шынайы емес. Қандай да бір әрекеттен, істен, күнәлі істен бас тартқаннан кейін түбегейлі амалың, әрекетің 180 градусқа өзгеру керек. Өзгеру керек. Соның ішіндегі ең бірінші өзгертетін нәрсе ол орта, бағанағы айтып кеткендей.
Сол сияқты жаңа мына аятта айтып отырғандай, Алла тағала тәубе етушілерді және таза болушыларды жақсы көреді дейді. Тәубе етілгеннен кейін таза жүріледі. Таза жерде жүресің, таза адамдармен жүресің, таза нәрсені жейсің, таза нәрседен ішесің. Тамақ жеген кезде де не істейсің? Мән бере бастайсың. Мынау халал ма, харам ба деген нәрсеге. Бұрын о қарамайсың ғой, не айтыр? Барасың, жей бересің. Тәубе еткеннен кейін, Құдай тағалаға қайтқаннан кейін, осы нәрселердің бәріне не істейді? Мән беріледі. Хазіреті Мусаның заманындағы бір қисса келеді. Муса алейхиссаламға үмметінен бір кісі келіп, ей Муса, Раббыңнан сұрашы, біздің арамыздағы осы үмметтегі ең жаман адам кім дейді. Сөйтіп Муса дұға қылады. Сол кезде Мусаға уахи келіп не дейді? Қазір сендердің алдарынан өтетін адам осы үмметтегі ең жаман адам дейді. Сөйтіп жаңағы кісі екеуі тағатсыздана күтіп отқан кезде алдынан баласын жетектеген бір кісі өтеді, теңіздің жағасына қарай. Сөйтеді да, мына адам шынымен жаман адам екен, енді бұдан аулақ болу керек дейді. Сосын келесі күн жаңағы кісі тағы да келіп Мусаға айтады, ей Муса, Раббыңа дұға қылшы, осы үмметтегі ең жақсы хайырлы адам кім екен, соны білейік, соған жақын жүрейік деген нәрсені айтады ғой. Сөйтіп Муса дұға қылады. Мусаға жаңағыдай қайтадан уахи келеді. Не дейді? Қазір сендердің алдарынан өтетін адам ең жақсы адам дейді. Сөйтіп қараса, сол кешегі адам қайтадан баласын ертіп, сол теңіздің жағасына кетіп бара жатады. Сонда Муса сұрайды ғой, Раббым, бұның сыры неде? Неге олай болды? Кеше ғана ең жаман болған адам қалайша бүгін ең жақсы адамға айналып кетті деген кезде, ей Муса, кеше ол баласын жетектеп теңіздің жағасына барды. Сол кезде баласы одан, әке, мынау не деп сұрады дейді. Сол кезде әкесі, бұл теңіз деп айтты дейді. Әке, теңізден үлкен не бар деп сұрады дейді. Теңізден үлкен мұхит бар деп айтты дейді. Әке, бұл мұхиттан үлкен не бар деп сұраған кезде, мұхиттан үлкен жер шары бар деп айтты дейді. Енді сол жер шарынан үлкен не бар әкешім деп сұраған кезде, балам, жер шарынан үлкен мына бейбақ болған әкеңнің күнәсі бар деп айтты дейді. Сол кезде сол әкемнің күнәсінен үлкен не бар әкешім деп сұраған кезде, балам, мынау бейбақ болған әкеңнің күнәсінен да үлкен Алланың шексіз рахымы мен мейірімі бар деп жауап берді дейді. Міне сол үшін мен оның күнәсін кешірдім дейді. Яғни әп-сәтте тәубе еткен үшін сол адамды ең жақсы салихалы адамдардың қатарына қостым деп жатыр. Яғни шынайы тәубе деген нәрсе не істейді? Адамды Алла тағала бағанағы айтқанда юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат, істеген бүкіл жаман амалдарын бір сәтте жақсылыққа айырбастап жіберу Құдай тағалаға оп-оңай нәрсе. Сіздің өмір бойы жасаған күнәңізді жақсы амал істеді деп ауыстыра салу Алла тағалаға оңайдың оңайы. Сол сияқты Мусаның жаңағы заманында тағы да бір оқиға келеді, қуаңшылық болады, жаңбыр жаумайды, шөлден халық қиналып кетеді. Сол кезде жаңағы халқы келіп айтады, ей Муса, Раббыңнан дұға қылшы, бізге жаңбыр берсін, нөсер берсін, мынау шөп өссін, азық болсын деген нәрсені айтады. Муса алейхиссалам дұға қылады, бірақ жауабы не болады? Ей Муса, сенің қауымыңда бір кісі бар дейді. 40 жылдан бері бір күнәні жасап, сол күнәсінен тәубе етпей жүр. Сол үшін сендердің қауымға не істемейді? Жаңбыр келмей жатыр дейді. Сол кезде Муса еліне қайтып келіп, ей қауымым, арамызда бір кісі бар екен. 40 жылдан бері істеген нәрсесіне тәубе етпей жүр екен. Алла тағала сол себепті бізге қуаңшылық жіберіп жатыр екен дейді. Әлгі сөзді естіген кісі ұялып, қысылып, сол сәтте ішінен тәубе етеді. Тәубе еткен уақытта не істейді? Алла тағала жаңбыр жібереді. Бірақ бұны адамдар түсінбейді ғой, не болып жатқан адамның ішінде. Тіпті Муса да білмейді. Сол кезде Муса аң-таң болып, Раббым, сен арамызда күнәһар бар деп едің. Сол күнәһардың себебінен жаңбыр, жаңағы нөсер келмей жатыр деп едің. Ол қалай болды? Ол арамызда ғой, тәубе еткен жоқ қой деген кезде, ей Муса, сен мына сөздерді айтқан кезде, ол істеген нәрсесіне 40 жыл бойы тастамай келе жатқан нәрсесіне тәубе етті. Мен оны кешірдім, сендерге нөсер жібердім дейді.
Сол кезде Муса алейхиссалам, Раббым бізге оны көрсетші дейді, көрейікші ол адамды, танийықшы дейді, білейікші ол қандай адам деген кезде, жаратушы Алла тағала не дейді? Ей Муса, мен 40 жыл бойы жасырған нәрсесін тәубе еткен кезде әшкере қыламын ба дейді. Пендесінің қателігін жаратушысы әрдайым жасырады. Алла тағала сіздің жаңағы істеп жүрген күнәлі істеріңізді еш қашан әшкере етпейді, өзіңіз жар салып айтпайынша. Сол сияқты мүмин адамда, мұсылман адамда басқа бауырының күнәсін жасыруға не істеледі? Міндеттеледі. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бағанағы хадистің соңында, кімде-кім күн батыстан шықпай тұрып тәубе етсе, Алла тағала оның да тәубесін қабыл етеді дейді. Яғни осы есік әрдайым пенде үшін ашық, тәубе есіктері. Жан алқымға келгенге дейін, яғни әр адамның кіші қияметіне дейін, және күн батыстан шыққанға дейін, Құдай тағаланың рахым есіктері, мейірім есіктері, тәубе есіктері әр адам үшін әрдайым ашық. Алла тағала баршамызды өзіне тәубе еткен пенделерінен болуымызды нәсіп етсін. Естіген білгендерімізге амал қылуды бұйырсын. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.